Ойбай, таң атып қалған ба? Ойбай, кеш болып қапты ғой, балдар келіп қалады. Ей, шал, тұрсайшы. Ойбай, не болды? Бүгін балдар келеді ғой? Иә, кенже бала келе ма? Ана келіндер әлі тұрмаған ба? Барып оятайын тура. Ей, немерелерім, тұрыңдар, ей. Таң атты ғой, болыңдар, тұрыңдар. Әше. Төсектерін жинаңдар. Қазір мамаларыңды оятайын. Ей, үлкен келін. Ау, әже, апа. Ей, немене бәле ана? Түске шейін ұйықтайсыңдар. Бүгін кезде балдар келеді ғой? Немене бәле? Өлген болып. Кішкентайларға үлгі бересіңдер ғой сендер. Тұр бол тез. Балам, тұр. Ау, мама. Иә, қазір тұрам. Көргенсіздер. Бар ана, ортан жегенді оятқа кіші келіндер келеді ғой? Болды, мен аяқта күтіп отырам сендерді. Кеттім. Мынаусы бар ғой, мен ояттап береді. Не бопты кішкен кетсе? Сен адам ғой да. Біз осындай тар бөлмеде ұйықтаймыз да. Олар үлкен бөлмеде ұйықтайды осындай. Бар бананы ояттайын. Орамам салайын. Апаға сәлем самаппын ғой бір. Тұр. Не? Жұмысыңа кешесің бар. Бірақ жұмысың бар, соны кешін деп жатсың ба? Тұрды ғой. Балам, тұрсай сабаққа кетесің. Бап, ұйықтайшы. Айтпақшы достар, сіздерге көрермендер таныстырып кетпін. Сіздерге тағы да сәлем деп қояйын. Бұл бізде ең үлкен баласы және ортаншы баласы. Олардың балдары, қыздары. Мынау үлкен келіні, ортаншы келіні. Оларға бүгін үлкен келіні, кіші келіні келетін болады. Бүгінгі негізі сериалымыздың аты келіндер. Немесе апсындар. Ей, келін, тұр. Апа, әпше, апсын, үлкен апсын, сәлем берді. Сәлем, тұра болайын. Немене бөле тұрып, апама шай бермейсіңдер ма? Не ап жатсыңдар, бүгін кіші келін келеді екен ғой? Кіші келін келеді деп дайындалмай шығамыз. Дайындаласың. Бол, тұрыңдар. Апам ұрсып жатыр маған. Сен кезінде маған ұрысты. Тұр бол. Кеттім мен. Осылар бәлі басыма әйтеуір бәле болды ғой. Тегі бір. Мама, шулай бөлмеш болды. Тұрыңдар. Апама шай бермесем осы басқа ешкім бермейді. Сен неге жатсың, тұрсайшы? Жұмысынан кешікесің. Түнде жұмысынан келіп ұйықтай қаласыз ба? Чай ішейікші. Қайдағы шай? Кеттім мен. Ойбай, апа, сәлем бердім, кеттім ғой. Сәлем бердік. Көп жатсаңдар айналыңдар. Менеге ерте тұрып шай қоймайсыңдар. Шай қойыңдар, алар сабақтан кешеді. Иә, апа. Шай қоясың, тамақтайды. Бұрысы. Сен тамақтай дейсің, шай қояп. Бұл таңғы асқа да тамақ жеді әйтеуір. Не береді? Қарындар тоймайды. Ей, келін, не істеп жатсың? Жоқ, апа, ештеңе. Бір чай қою керек бұларға. Қарсы қандай күшке тұр. Типа күліп жүрейін. Атымала чай қойды бет. Мынау күшке. Тістері деп сыйлады. Ой, бір типа күліп жүрген шашадым. Не дайындап беремін оларға? Сен қойып білмеш шай қояйын. Тында. Чай қояйын мен. Сен сосын көп сөйлей бермекші, ортаншы келін болып. Кіші келін істемейді екенді. Ладно, тамақ жасай салайық. Жұмыртқа бар ма? Ақша бермесе. Тамақ дайындайын енді. Бір табақ айда. Көжілер алып кеткен ба тағы да. Жынды табаны жатыр ғой. Маған жынды демеш. Жетесті жұмыртқан қойып тісті шықтым олар. Ашуға деп бітті ғой. Бүйтіп кіші келін осы. Жұмыс істемейді екенді. Бүйтіп қалай жасайды мына. Ой бұл. Не ап жерге тастағансың тамақты. Кешеңдер. Қазір тағы не шай қоям ба осы. Ладно, тамам күйетін болды. Міне, апа, чайға келдіңіздер, чай дайын. Құдай.
Май, шәй кем келесіз. Кім келесіз? Сен не сөз қайтарып болғасын ба? Келіңдер, шыспаңдар. Бол кеңдер. Япа, кішкене шәуме деген. Қағазға чақып келдім мен. Келін, шәуме өтпей қылмайсың ба? Соны айтарып қойсайшы тезірек. Мен тоқта. Андай балдар чай ішпей ма? Жоқ, олар кеншеді апа. Кішіген қазір кеп қалады. Бүткіл жинастырып тазалап қойыңдар. Түсіндіңдер ма? Кішігерін кетілдік. Үй тазалаймыз бенді. Мен апа чай дайын. Кеңіздер қойып берейді. Мінеке чай ішіңіздер чай. Тамақтан алуыңызды өзім жасадым барлығын. Жарайсың. Енді ана балдар тезірек жұмыстарына кетіңдер. Біз тамақ ішіп болдық. Тұр кеттік. Кетеміз. Мен оларды шығарып салайын. Так, апа, міне шығарып келдім. Келін, сен мына жерде өзің не істеп қойдың балдарды шығарып сабақтарына жіберіп келейін барып. Бәрін не істейді келіп да? Келін не дейді мынау енді? Кәмін тамақ жеп алайық. Міне келін, аларды шайларын ұстап ішіп сен жинай сал, я. Сенің бай келін, бүткіл үйді сен тазалайсың. Апа үлкенгенше, оның басқа балдармен жұмыс бар ғой сенің. Кішігерін жинастыр бол. Немерелер сол. Әділдік қайда сонда? Мен жинай береді, да? Қаншама адам атса жалғыз өзін қолмен жуам ба? Мама! Арамларын қарай көрмеладым. Бәрі ұшып кішігерін келеді. Ұста кезі жынды шығарып тұрып жұмсаймын мен оны. Көрсетемін мен әлі. Жетісіп тастайды. Болды ұш тазаладым. Шуамтынан бәрі. Зорға дегенде шуып біттім. Хотя мынандай пылесос алдық. Зорға дегенде сыпыртқымен сыпырып жүретін. Тазалайын енді. Шашап белім айып кетті ғой. Неғып жатсаңдар әлі ұйықтап тұрыңдар ма? Амам, бұл зор ұшып кеттік біз сабаққа. Ұйықтайым. Біз кеттік. Кетті бәрі көсіп көрбәй. Кішкелін. Сабақ емес қойсаң да шүйде. Жарайды. Жина. Қалай сонша айғайлап? Қалай айғайламайсың? Отырыңдар ол. Немерелеріне жақсы қарайды деу. Біз осы жерде қалдық па сонда? Оларға түскастарын дайындайын енді. Сол демал болайшы. Хотя бы осы жерде. Апасы қара балдар звондап отыр. Келді-ау деймін. Кішігерін, үлкенгенін тез қарсы алып алыңдар анау. Ортаншы келін. Я, апа. Жүр, алға түс. Ой, балам келді менің. Я. Мінекей балам келді, есті ашыңдар. Сәлем бердік, апа. Қалайсыз? Апа, әке, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Ой, балам жақсы жеттіңдер ма? Қалайсыңдар балам? Я, бәрі жақсы. Ой, кәнеке немеремді келе қойыңдар маған. Тағы сізге де сәлем бердік. Жақсы келіндері. Жүріңдер, сендерге чай берейік. Кәді заттарын орналастырып келіңдер. Не, балам бере саласыз ба? Жақсы. Жарайды, кеттім. Білмедім, көштересіздер ма? Абысындар сәлем бердік. Жүр. Так, мен кеттім. Бір түрлі олына келін, шында ма? Апамнан бірінші өт кеткен емес. Ашуланбасайшы, болды ғой.
Не беле өкпеңді тисе бересің. Жарайды. Болды, қойдым. Бар бөлмені көрсет. Келе ғой. Бөлмені көрсет. Аха. Мың чемоданды ұстап алыпты әйтеуір. Так, міне сендердің бөлмелерін сияқты ұйықтайсыңдар. Болды, мен кеттім. Мына бөлмеміз күшті екен. Неге басқа бөлмелер тар? Біздің бөлмеміз үлкен екен. Ну, күшті болса болды ғой енді. Сағынасы болды. Я, ұнады. Жаным балам, сол балам менің сұп-сұлу өзі. Онда жайғасып алайық. Аха. Осылайша олардың бірінші күндері керемет өтті. Ал достар, мен екінші сериясын келесі күнде шығаратын боламын. Ендеше сау болыңыздар.